Келесі 1248 есебіміз градустық өлшемдері 82 градус бұрыш бисектриса мен неше градустық бұрыштарға бөлінеді дейді. Бисектриса бұрышты қақ екіге бөледі. Сонда 82 градусты бөлеміз 2 41 градустан болады екен. Келесі екіншісі 110 градусты бөлеміз 2 бисектриса ортасынан қақ екіге бөледі. Сонда 55 градусқа тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 50 градус бисектрисамен бөлгенде 25 градусқа тең болады екен. Келесі 1249 есебіміз 7-58 суреттен тең төрт бұрыштарды табыңыздар еді. Біріншісі трапеция ұқсас 6 сурет. Сонда 1 тең бізде 6-ға. Екіншісінде табайық. Екіншісінде екінші суретпен бізде төртінші сурет ұқсас. Келесі үшіншісін табайық. Ол бізде үшінші суретпен бесінші суретіміз ұқсас болады. Келесі 1250 есебіміз қазір сағат 5. Осы кезде сағат тілі мен минуттық тілі қандай бұрыш жасайды дейді. Қандай да бір сағатсыз көрейік. 12, 3, 6, 9 деп белгіледік. Енді 5 дейді. Яғни мына жерімізде 5. Мына сағаттық тіл мен минуттық тілді әкеп қойдық 5-ке. Енді осының арасында қанша градус бар деп айтты. Мына жерде бізде 1 бар, 2 бар, 3, 4. Яғни бізде сағаттың барлығы 360 градусты құрайды. 360 градусты құрайды. Ода 12 сағат бар. Сонда арасы бізде 30 градустан. Әр бір сағат арасы 30 градустан. Сонда 5 болатын болса, 5-ті көбейтеміз 30-ға, 30 градусқа, сонда 150 градус екен арасы. Бұл біріншісінің. Енді екінші сұрағына жауап берейік. Егер 10 болса ше дейді. 9, 10 ғой. Былай. Енді 10-ды басқа түспен көрсетейін. Енді былай болады, және былай болады. Яғни мынаның арасы. Оны табу үшін дәл бағанағындай мына жерде 11 болатын болса, 30-дан 2 ғана бар. Сонда 30-ды градусты көбейтеміз 2-ге, сонда 60 градус болады екен. Келесі 1251 есебіміз. Кескінделген АОС, СОВ бұрыштарын градустық өлшемдерін табыңыздар дейді. Бізде АОС X қосылған 60 градусқа тең екен, ал СОВ X азайтылған 20 градусқа тең екен. Және бізде АОВ жазыңқы бұрыш, яғни 180 градусқа тең. Енді АОВ дегеніміз сонда бірден жасақтау болады, яғни 180 градус ол тең бізде X қосылған 60 градус, яғни АОС қосылған X азайтылған 20 градусқа. Екеуінің қосындысы жазыңқы бұрышты құрайды деп жаздық. Енді осы жерден X тауып алайық. X дегеніміз 2X болады, қоссақ, азайтатын болсақ, қосылған 40 тең 180 градусқа. Енді осы жерде 2X'іміз 180 градустан азайтамыз 40 градусты. Сонда 2X тең болады 140-қа. Сонда X-тің нәтижесі 70 градусқа тең болады екен. Енді бұрыш АОС ол дегеніміз X қосылған 60 градус еді ғой. Сонда X-іміз 70 градусқа тең болса, 60 градусты қоссақ, нәтижесі 130 градусқа тең болады. Сонда АОС 130 градусқа тең. Ал бұрыш СОВ ол X-тан азайтамыз 20 градусты. 70 градустан азайтамыз 20 градусты сонда. Сонда нәтижесі 50 градусқа тең екен.
Келесі 1252 есебіміз А бұрышы 50 градусқа тең дейді. Мына бұрышымыз 50 градусқа тең. Сіздер транспонтир арқылы сызыңыздар. В бұрышы 120 градусқа тең. 120 градусқа тең. Және С бұрышы 80 градусқа тең. Осы өлшем бірліктерді алып болғаннан кейін D-ның өзі шығады. Сол кезде оның қанша градустық өлшем екенін транспортир арқылы өлшейсіздер. Яғни біріктіресіздер. Сол кезде Т бұрышы бізде тең болады екен 110 градусқа. Бізде 110 градусқа тең болады екен. Енді екінші шартта ол бұрыштардың қосындысын табыңыздар дейді. Яғни бұрыш А дегеніміз 50 градусқа тең. Қосылған бұрыш В-мыз 120 градусқа тең. Қосылған бұрыш С-мыз 80 градусқа тең. Қосылған 110 градус. Қосындысы 360 градусқа тең. Яғни төрт бұрышының ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Келесі 1253 есебіміз. Суреттегі төрт бұрыштың қабырғаларының ұзындықтары 2-2-ден қосындылары 7, 8, 10, 9, 11 және 12 сантиметр. Төрт бұрыштың периметрін табыңыздар дейді. Периметр табу формуласын жазып қояйын. Ол бізде АВ қосылған ВС қосылған СД қосылған АД. Енді қабырғаларын қос-қостан алғанда деп тұр сонда. АВ-ға қосамыз. ВС-ны. Ол тең дейді бізде 7 сантиметрге. Ал АВ-ға енді қосайық СД-ны. Ол тең 8 сантиметрге. Келесі АВ-ға енді қосамыз АД-ны. Ол тең бізде 10 сантиметрге дейік. Енді келесі ВС қабырғасын қосайық. ВС-ға қосамыз, АВ-ны қосып қойдық. СД-ны қосайық. Ол тең болады 9. ВС қабырғасына қосайық АД қабырғасын. Оны тізбектеліп 11 сан жазамыз. Келесі енді СД-ға қосайық АД-ны. Тең болады 12. Енді жүзе арқылы осыларды қосып шығайық. Сонда бізде АВ-дан 3 бар. 3 АВ қосылған 3 ВС бар. 1, 2, 3. Қосайық 3 СД бар. Қосайық 3 АД. Ол дегеніміз мына қосындыға тең. Сонда 7 қосылған 8 қосылған 10 қосылған 9 қосылған 11 қосылған 12. Енді 3-ті жақшаның сыртынан шығарып жібергенде АВ қосылған ВС қосылған СД қосылған АД деп жазайын. Тең нәтижесі тең болады бізде 57-ге. Енді осылардың қосындысы, яғни тек қана қабырғалардың қосындысы қосылған АД ол тең 57 бөлінген 3-ке тең. Сонда мынау деп отқан бізде периметр еді ғой. Сонда периметр тең болады бізде 57-ні 3-ке бөлетін болсақ 19-ға. Сонда жауабы бізде 19 екен. Ол бізде В нұсқасында.